Білім беру саласы қатынас, бөлімі сауат ашу негіздері. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Г дыбысы және Г әріпі. Жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Аналарға сыйлайтын, аралар бал жинайтын. Бұл немене балалар, үзуге адам қимайтын. Өте дұрыс, бұл гүл. Гүл дегенде қандай дыбыстан басталады? Дұрыс айтасыңдар, Г дыбысынан басталады. Г дыбысы дауыссыз дыбыс. Г дыбысын көк текшемен белгілейміз. Г. Барлығымыз бірге айтайық. Г. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Г дыбысы қай үйдің тұрғыны? Қызыл үйдің бе, әлде көк үйдің бе? Өте дұрыс. Г дыбысы көк үйдің тұрғыны. Себебі ол дауыссыз дыбыс. Ойын қай дыбыстан басталады? Суреттегі сөздердің атауы қай дыбыстан басталады? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Глобус, гүл, гүлзар, газет сөздерінің барлығының атауы Г дыбысынан басталады. Сендер дұрыс шештіңдер балалар, жарайсыңдар. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, бұлай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, бұлай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Г дыбысы сөздің қай бөлігінде екенін тауып боя. Гүл, сегіз және шеге сөздерінде. Өте дұрыс балалар. Г дыбысы гүл сөзінде сөздің басында, сегіз сөзінде сөздің ортасында, шеге сөзінде сөздің ортасында кездеседі. Дұрыс таптыңдар. Енді бояймыз жақсылап. Дыбыстық талдау жасайық. Гитара, егін, кереге сөздеріне. Өте дұрыс. Гитара сөзінде 3 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар. Егін сөзінде де 2 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар. Өте дұрыс балалар. Кереге сөзінде де 3 дауысты дыбыс, 3 дауыссыз дыбыс бар. Өте дұрыс таптыңдар. Кереге сөзінде барлығы 6 дыбыс бар. Жарайсыңдар балалар. Дыбыстық талдауды өте дұрыс орындадыңдар. Ал енді сұқ саусағымызды жоғары көтеріп, Г дыбысын ауада жазайық. Г. Дұрыстап жазамыз. Ал енді жұмыс дәптерімізді ашып, Г дыбысының элементтерін бастырайық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біз оқу қызметімізде қандай дыбыспен таныстық? Г дыбысымен таныстық. Өте дұрыс. Г дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Жарайсыңдар балалар. Өте дұрыс. Г дыбысы дауыссыз дыбыс. Рахмет. Сау болыңдар.